Енді мынандай есеп беріп тұр балалар. Бұл есептер көбіне қиындық тудырады. Негізі шамамен қатты қиын емес. А нүктесі Б нүктесі берілген деп есептесе болады енді. Бұл жерде сразу жазсаң А нүктесінің координатасы 2, 2, 1. Б нүктесінің координатасы 1, 4, 3 деген сөз ғой мына. 1, 4, 3 деген сөз. Ол координатасы L түзуі. L түзуінің теңдеуі былай тұрады. L-дікі. R тең, яғни нүкте 4 минус 2, 2 плюс вектор 1, 2, 1 жерде параметр S. Бірінші L түзуі AB нүктелер арқылы өтетін жолдың, яғни мына түзуі мен AB нүктесі арқылы өтетін жолдың теңдеуі. Ал мен мына түзудің теңдеуін жазып алайық AB нүктелерін. Ол үшін бізге AB керек, векторы. 1-ден 2-ні алдым, минус 1, 4-тен 2-ні алдым, 2, 3-тен 1-ді алдым, 2. Яғни мына нүктенің координатасы L1 болсын, L2 дейсайықшы. Бұда R2 тең, любой бір нүкте керек. Андал от бұны алсын, давайте бұны аласың. Қызық үшін 1, 4, 3 нүкте. Плюс вектор жаңа табылдық, мына вектор ғой енді. Минус 1, 2, 2. И бір параметр Т боласың. Енді L2 мен L1 нүктесі қиылысатын болса, қазір екі түзу либо қиылысады, либо қиылыспайды ғой. Қиылысатын болса, мына X-терін, Y-терін теңестірген кезде жүйе шешілу керек. Мысалға, біріншінің X-і, мынаның X-ін қарайықшы мысалға. 1 минус 1 Т просто. 1 минус 1 Т. Ол тең мынаның X-і. Ол 4 плюс S. Екіншіні қарайық. Егер 4 плюс 2 Т. Мынаның 2-ні қарайық. Ол минус 2 плюс 2 S. Үшіншіні қарайық. 3 плюс 2 Т. Тең 2 плюс S мысалы. Осы жүйенің шешімі бар болатын бұл сонда екі нүкте қиылысады, шешімі жоқ болса қиылыспайды. Енді мына екі жүйенің шешімі, скорее всего, енді көрейік шығарып көрсек, біріншіден S тең не болады қазір? S тең 4 төмен жаққа жіберейік, минус 3 минус Т болады. S-ні орнына мына қойып, 4 плюс 2 Т тең минус 2 плюс 2 көбейтілген нәрсе, яғни минус 6 минус 2 Т. Осыны шығаратын болсақ, қазір қандай болады? 6 плюс 6 сандарды жинап тең минус 2 Т болған, жаққа минус Т. Сонда Т тең 12-ні минус 3 болып тұр. Т-ның орнына минус 3 қойсам, қазір 3 минус 6 тең 2 плюс S-ның орнына мына үрді қоям. Минус 3 минус плюс 3. 2 кетіп қалды. 3-тен алдына пыссам минус 3 тең 2 болып тұр. Яғни бұл дұрыс емес. Яғни L1 мен L2 қиылыспайды. Яғни мына жүйенің былай айтқанда шешімі жоқ болғаннан кейін L1 мен екеуі қиылыспайды. Біріншінің 5 баллда осыдан келді. Біріншіге жауап берді. Енді екіншіге. L түзу анықтысы жазық теңдеу жазықтық. Осы ішінде L түзу жатыр бағанаға, оның ішінде нүктесімен, яғни нөл бір нүктесі бар. 4 минус 2 деген. Сосын А нүктесі жатыр бұл жерде. А нүктесінің координатасы 2, 2, 1 деген. А. Мынаны С дейсайықшы, С деген нүктесі. Яғни С А векторын көрейік. С А векторын табылайық. А-дан С-ны табамыз. 2-ден 4-ті алдым. Минус 2. 2-ден минус 2 болып 4. 1-ден 2-ні алдым, минус 1. Біз білеміз, жазықтың нормаль табу үшін бізге нормаль керек. А нормаль дегеніміз, мына вектормен и мына вектордың көбейтіндісі, яғни нормаль вектор ол тең EGK дейміз. Мына векторды жазам. Минус 2, 4, минус 1. Одан кейін мына L түзуінің векторы қайда? L түзуінің векторы мынау ғой. Мынау ғой бізде. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Осы есептейік. И-ді басын 404. Минус плюс болады 6i. G-ді басам минус 2. Плюс 1. Минус 2. Плюс 1. Минус 2 плюс 1. Минус 1 болады. Минус 2 плюс 1 минус 1. Бірақ алдында ғана өзінің G-дің минусы бар, сонымен плюс G болады. И K-ді басайық. Минус 4
минус 8 сөйтіп бұның векторы 6 1 минус 8 екен. Енді біз білеміз, жазын теңдеу ax плюс by плюс cz плюс d екен. a, b, c деген осы сандар, яғни бізде 6x плюс y минус 8z плюс d болып тұр. Пока d белгісіз. d-ның орнына біз жазықта жатқан либо a нүктесін, либо мына бір екеуінің разница жоқ, қайсысын қойсақ. Допустим, a-ны қойсақ, 2 бірді. 6 көбейту 2 плюс 2 минус 8 көбейтілген 1 плюс d тең 0. Бұдан d-ны тапсақ, 6 жерде 12, 14, 14-тен 8 тапсам 6 ға. 6, значит, d-мыз минус 6 бола ма? Дұрыс. Сонда жауабымыз 6x плюс y минус 8z минус 6 тең 0. Міне мынау біздің жазықтың алар теңдеуі. Сонымен бұл 6 балды да аласыңдар. Жазық теңдеуін нормаль векторын түгел қайталап жүрсеңдер, осын дұрыс түсініп алсаңдар, түсінбесеңдер менен келіп сұраңдар сабақтарда.